Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметін әшкерелеу және тоқтату жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде. Жыл басынан бері қылмыстық құрылымдардың басшылары мен қатысушыларына қатысты 51 қылмыстық іс қозғалды. Мысалы, Алматы қаласының полиция департаменті күзет қызметі түрінде әрекет етіп, іс жүзінде бұзақылық, бопсалау және қару сақтау сияқты заңсыз әрекеттермен айналысқан қылмыстық топ мүшелеріне қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған қатысу фактілері бойынша қылмыстық істерді тергеп жатыр. Олардың заңға қайшы әрекеттері ағымдағы жылдың қаңтар айында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері тарапынан тоқтатылды. Сонымен қатар, трансұлттық сипаттағы 7 ұйымдасқан қылмыстық топтар бойынша және бір қылмыстық қауымдастық құру фактісі бойынша істер тергелуде. Қазақстан криминалитетінің өкілдеріне қатысты трансұлттық қылмыстық қауымдастық құру және оған басшылық ету фактісі бойынша алғаш рет сотқа дейінгі тергеу басталды. Аталған істер бойынша қылмыстық қудалау аясында тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған адамдар бар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттік күзет қызметі және бас прокуратурамен бірлесіп, дәлелдемелер жинау бойынша оның ішінде мемлекет аралық деңгейде кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Жалпы 150-ден астам адам жауапкершілікке тартылуда. Соңғы 2 жыл ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтарды құру, басқару және оларға қатысу фактілері бойынша қозғалған 90-нан астам қылмыстық іс аяқталып, сотқа жіберілді. 13 ұйымдасқан қылмыстық топ бойынша сот шешімдері шығарылды. Аталған істер бойынша 130-дан астам адам 20 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Мысалы, Кармет акционерлік қоғамының нысандарынан ұрлық жасауға қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты көп эпизодты қылмыстық іс бойынша 24 адам әртүрлі мерзімге сотталды. Оның ішінде топ басшысы 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ұйымдасқан, оның ішінде трансұлттық сипаттағы қылмыспен күрес Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында.